Армысыздар, эфирде Жаңаөзен ақпарат, студияда мен Бекзат Айтбай, күн көретіндеріңіз. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай оқушылар шығармашылық үйінде іс-шара ұйымдастырылды. Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасы жанындағы қоғамдық келісім мекемесі филиалы әр апта сайын түрлі тегін дәріс ұйымдастырып отырады. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде толығырақ. 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы. Бастама жұмысшы мамандықтарды дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болып қалыптасу идеясын насихаттауды көздейді. Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының тергеушісі Уалихан Абылғазиев жұмысына жауапты, ұқыпты, үлгілі мамандардың бірі. Толығырақ тілші тарқатады. Өз ісіне асқан жауапкершілікпен қарап, тәртіппен тиянақтылықты бірінші орынға қойған маманның бірі Уалихан Абылғазиев. Маңызды қызметтің жүгін абыроймен арқалап жүрген тергеушілер өз ісінің майталмандары ретінде қылмыскерлерді аса сақтылықпен құрықтап қана қоймай, бұлтартпайтын айғақтар арқылы оның ақ пен қарасын айырып, Қазақстан Республикасы заңына сүйене отырып, тергеу амалдарын жүргізеді. Бүгінгі кейіпкеріміз де осындай үлгілі маман, адал қызметкер. Қылмыскерлер уақыт талғамайтындықтан тәртіп сақшылары да уақытымен санаспай жұмыс істейді. Себебі мереке күндері және демалыс күндерде бұл мамандық иелері қоғамдық тыныштықты және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндеттелген. Себебі шұғыл түрде тосын сыйлар мен оқыс оқиғаларының алдын алу мақсатында кез келген уақытта жұмысқа шақыртылып түсуі мүмкін. Сол кезде осындай сәттерге дайын болу үшін кез келген дереу қызмет орнынан табылып, жүктелген міндеттерді біздер орындауға міндетті болып табыламыз. Тергеуші мамандығы қашанда шынайылық пен төзімділікті, сауаттылықты талап еткен. Қылмыстық кодекстің баптарына сәйкес істі жан-жақты зерттейді. Уалиханның білімді де білікті азамат екендігін әріптестері де растайды. Оны сенімді серіктес, адал дос және табанды азамат дейді. Біздің Уалихан өте керемет тергеуші, жұмысына адал және ұқыпты жұмыс жасайды. Берілген тапсырманы уақытында орындайды. Мен Уалиханға жұмысына табыс тілеймін және отбасына амандық тілеймін. Адам тағдырына деген жауапкершілік үшін ақиқаттың ақ жолынан ауытқымау кез келген адамның қолынан келе бермейтін іс. Тергеу қызметінің ең ауыр жүгі ар алдындағы адалдық. Бүгінгі сюжетімізге арқау болған Уалиханға жұмысында табыс, елге етер қызметі таусылмасын дейміз. Еркін Қарасайлы, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат. Лудомания қазіргі қоғамның дерті. Елімізде шамамен 350 мыңдай адам құмар ойынға тәуелді деген бейресми ақпарат бар. Ойын құмарлықтың қауіпі мен оның алдын алу жолдары қандай? Әріптесім Сәуле Жолманбет тарқатады. Жаңаөзен политехникалық колледжінде лудомания мен басқа тәуелділіктер арасындағы байланыс тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Басқосуда студенттер ғасыр індетінің зияны мен салдарын ұғынып, көкейтесті сұрақтарына жауап алды. Лудомания өте ауыр зат деп айтсам болады. Лудоманияға жақындамаған негізі дұрыс деп ойлаймын. Алыс жүрген былай-былай және де туыстарымызды лудоманиядан алыс ұстап, болмаса көмегімізді беріп, болмаса психологқа жазғызып, солай көмегімізді берсек дұрыс деп ойлаймын. Дүниежүзілік сақтау ұйымы компьютер және құмар ойындарына тәуелді адамдар, нашақорлар мен маскүнемдер сияқты эмоционалды жандар екенін мойындаған. Құмар ойыны қазіргі қоғамдағы өзекті тақырыптардың біріне айналды. Оның алдын алу және болдырмау үшін колледжде студенттермен жоспарлы жұмыс жүргізіледі. Ата-аналармен де кездесу өтеміз, аналар комитетіне айтып жатырық, әжелер мектебі, көптеген салт дәстүрлеріміз бойынша, қазақи нақыштағы ғұрыптар бойынша өткізіп жатырық. Осындай шараларды біз әр апта сайын, аптасын 2-3 аптада біз осындай көптеген осы қоғамға кесірі тигізетін, осындай лудомания айтып жатырық, вандализмді айтып жатырық, миф, нашақорлықты айтып жатырық, барлығына біз ата-анамен тығыз байланыста жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Лудоманияның алдын алу үшін ұялы телефонға күмәнді қосымшаларды жүктемей, заңсыз жарнамаларға еліктемей, жеңіл ақша табуға құмартпау керек. Өзіңіздің бойыңыздан тәуелділікті байқап, қарызға батып шығар жол таба алмай жүрсеңіз, психологтың көмегіне жүгінген абзал. Себебі жан сырыңызды жаныңыздағы адамдарға айтуға ұялып, мәселеңізбен жалғыз өзіңіз бетпе-бет қалсаңыз, құрдымға кетесіз деген кеңестер де айтылды. Сәуле Жолманбет, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат. Намыс үруден шеберлік сағат өтті. Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасы жанындағы қоғамдық келісім мекемесі филиалы әр апта сайын түрлі тегін дәріс ұйымдастырып отырады. Осы жолы жасөспірімдер нан пісірудің әдісін үйренді. Шараға қатысып қайтқан әріптесім толықтырады.
Достық кабинетінде өткен тегін дәріске нөмірі 15-ші орта мектептің 30-ға жуық оқушысы қатысты. Қыз балалардың тағам дайындауға деген қызығушылығы жоғары. Өздері сабақтан тыс уақытта аналарымен бірге бірнеше тәттілер дайындауды үйреніп жүргендерін айтады. Бүгінгі шеберлік сабағынан да тәтті бәліш жасаудың техникасын үйренді. Мен 4-ші класстан бастап көп тәтті тамақтар пісіруге қызықтым. Анамның қасында күнде тамақ пісіретін кезде қасына көмектесіп әртүрлі заттар үйрендім. Мысалы, мен булочка, тәтті нандар, пирог, панкейки, блины, торттарды пісіріп үйрендім. Бүгін осы мастер-классқа нандар, тәтті булочкаларды дайындауға келдім. Қыз бала ас үйде көп уақыт өткізіп, түрлі тағамдар дайындайды. Оның ішінде ұнмен дайындалатын ас мәзірі өте көп. Сондықтан оны әзірлеудің әдіс тәсілін терең меңгерген абзал дейді ұйымдастырушылар. Әр апта сайын жасөспірім қыздардың уақытын тиімді әрі пайдалы өткізу мақсатында олардың қабілеті мен сұранысына қарай шеберлік дәрістерін өткізіп отырады. Алдыңғы аптадан бастадық, жасөспірімдерден кірпік жапсырудан бастадық. Бүгін нан пісіруден жалғастырып жатырмыз. Нан пісірудің енді бірнесі бір қамырдан қандай басқа да тәттілер жасауға болады. Сол жөнінде шебер үйрететін болады, көрсетіп дрожбен емес, аштықмен үйлеп, пісіріп үйретіп жатқан жайы бар. Алдағы уақытта оқушылардың сұранысы бойынша массаж жасаудан, макияж жасаудан, тырнақ өсіруден, егов порталын үйренуден, мобилограф жұмыстары бойынша әртүрлі шаралар ұйымдастырылып тұрады. Биыл Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 30 жылдығына орай достық кабинетінде әртүрлі шаралар жүзеге асырылмақ. Оның ішінде тегін шеберлік сағаттары қамтылған. Әсел Алдашева, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай оқушылар шығармашылық үйінде іс-шара ұйымдастырылды. Аманат партиясының ұлттық мұра жобасы аясында өткізілген жиында дарын иесінің шығармалары ұлықталды. Толығырақ тілші материалында. Мұқағали Мақатаевты білмейтін, өлеңдерін оқымайтын қазақ жоқ. Мұзбалақ ақын қысқа ғұмырында қайталанбас туындыларды дүниеге әкеліп, соңына өшпесіз қалдырды. Жыл сайын дәстүрлі түрде ақынның құрметіне поэзиялық жиындар мен әдеби сазды кештер ұйымдастырылады. Аманат партиясы да шарадан тыс қалмай, жас өрендермен бас қосып, белгілі тұлғаның шығармаларын тыңдады. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 77 жыл толып жатыр. Аманат партиясы Жаңаөзен қалалық филиалының жоспарына сәйкес бүгін поэзия сен мен егізбедің атты шығармашылық кеші өткізейін деп жатырмыз. Сондықтан осы отырған балаларға ақынның өлеңімен сусындандар, ақынның өлеңін сүйіңдер. Ақын бізге отан жайлы, елім жайлы, халық жайлы, махаббат жайлы жақсы поэма, прозалар жасап кетті. Соны оқып, содан сусындандар деймін. Ақын поэзиясының қайнар көзі шабыт тұғыры туған елі, өскен жері, отан тағдыры замандастарының арман аңсары. Дарынды тұлға нағыз поэзияға ғана тән бейнелі образдармен бедерлеп, өлмес туындыларды дүниеге әкелді. Бүгінде балалар ақынның өмір жолын жатқа біліп, өлеңдерін санаға түйген. Мына күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаланау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Шара аясында ақынның өлеңіне жазылған әндер де айтылды. Көрермендер ән мен өлеңнен бөлек оқушылар шығармашылық үйі өнерпаздарының концерттік бағдарламасын тамашалады. Мұқағали Мақатаевқа арналған поэзиялық кештер жалғасын табатын болады. Ажнат Қазиева, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Ал енді шетел жаңалықтарына ойыссақ, Қытайда тағы жер сілкінді. Бұл жолы жер асты дүмпуі Шыңжаң Ұйғыр автономдық аудандағы Куча қаласында тіркелді. Қытайдың сейсмологиялық орталығының мәліметіне сәйкес зілзала бір күнде 2 рет болған. 10 шақырым тереңдікте тіркелген зілзала магнитудасы 5 балға дейін жетті. Дүмпу елдің солтүстік батысындағы бірнеше қалада сезілген. Қазір табиғи апат ауданында төтенше жағдай қызметінің мамандары мен жедел құтқару жасақтары жөнелтілген. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар туралы мәлімет әлі жарияланған жоқ.
Түркиядан Францияға қоныс аударған қазақ диаспорасының жаңа басшылығы атажұртпен байланысты нығайтуға ниетті. Франциядағы Қазақстан елшілігі Түркия қазақтары қауымдастығының өкілдерін шашу шашып қарсы алды. Іс-шара аясында Жеңіс кәсіби дзюдо клубы сыйға тартқан киіз үй таныстырылды. Қазақ дипломаттары оны мәдени және басқа да бірлескен іс-шараларды тігіп отырады. Алдағы Наурыз мерекесі соның бастамасы болмақ. Басқосуда Қазақстанның Франциядағы елшісі Гүлсара Арыстанқұлова диаспора өкілдеріне елдің дамуы мен реформалары және тұрғындарды қолдау шаралары туралы айтып берді. Отандастар қоры арқылы ынтымақтастық орнату мүмкіндіктеріне тоқталды. Кездесу қорытындысы бойынша диаспора өкілдерінің атажұртпен байланысын нығайту және ондағы жастардың ұлттық болмысын сақтап қалуына көмектесу үшін бірлескен мәдени спорттық іс-шараларды жиі ұйымдастырып тұру шешілді. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.